Сәлем Мерке ТV арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен Бердібек Соқпақбаевтың «Шал мен бала» әңгімесін тыңдайтын боламыз. Трамвай қоңырауын шылдыр-шылдыр еткізіп, қала шетіндегі ең соңғы аялдамаға тақап қалды. Жұрт орындарынан түрегеп, есікке қарай бейімделді. Орта тұста отырған бүкірлеу қаба сақал, кішкентай шал да трамвайдың әбден тоқтауын күтпей, имек бас таяғына сүйеніп, ілгері қарай жүрді. Бір қолында тағамдар салған сөмкесі. Кенет трамвайдың жүрісі күрт баяулағанда, шал ілгері лықсып құлай жаздап қалды. Оның арт жағына таман тақырбас кішкене бала тұр еді. Шалдың қолтығынан шап беріп, сол ұстап үлгерді. Әйтпегенде қауқарсыз қарттың не құлап, не алдағы біреулерге сүзе барып, соғылатыны айқын еді. «Рахмет, балам!» Тақырбас бала шалды трамвайдың басқышынан да демеп, сүйеп түсірді. Бұл көз байланып қалған кешкі мезгіл еді. Әлгіндегі долы нөсерден кейін жер беті шалшық суға толып, лайсаң батпақ болып қалған. Бұлтты аспан әлі де сыз бүркіп, түнере салбырап тұр. Трамвай қоңырауын тағы да шылдырлатып, келген ізіне қарап, бұрыла жөнеп берді. Терезеден түсіп жерді жарық етіп тұрған шаршы көзді сәулелермен бірге қозғалды. Енді маңайды қараңғы түнек басып кетті. Шал шалшық судан қорынып, қалай қарай аяқ басарын бағдарлай алмай тұр. «Ата, бері қарай жүріңіз!» деп тақырбас бала шалды қайтадан келіп қолтықтады. «Сөмкеңізді маған беріңіз, мен алып жүрейін». Бейтаныс баланың көргенділік қылығы шалды сүйсіндірді. «Балам, сен қай баласың?» «Мен сіздің үйдің жоғарғы жағындағы көшеде тұрамын. Сіздің Сашаңыз екеуміз бірге бір сыныпта оқимыз», деді бала. «Жарайсың балам, азық-түлік алайын деп бағана базарға барып едім. Содан соң күн жауып, кешігіп қалғаным. Ал менің Сашам қалай оқиды? Соны айтшы». «Жақсы оқиды. Класста тыныш отыра ма? Тәртіпсіздік қылықтары жоқ па?» «Жоқ. Міне, солай болу керек. Тәртіпті болып жақсы оқу керек», деп баланың қолтығында әңгіме соғып келеді. Осында біздің көшеде тәртіпсіз балалар да жоқ емес. Бөтен біреудің бауынан шие ұрлайды. Шиенің өзін ғана үзіп алса ештеме емес қой. Ағаштың бұтағымен қоса сындырып әкетеді. Әнеугүні біреуін аңдып тұрып, ағашқа енді өрмелей бергенде ұстап алайын деп едім, секіріп түсіп ұстатпай кетті. Мына сен секілді ақылды бастар, оларға айтуларың керек. Бұл істеп жүргенің тәртіптілікке жатпайды. Ұят қылық, ұрлық істеу ол жақсы адамның кәсібі емес деп ұялтып қызартуларың керек. Солай емес пе? «Иә», деп бала міңгір еткен болды. Осы кезде бұлардың алдынан бір бала қараңдап шыға келді. Ол шалдың немересі Саша еді. Атасын күтіп алмақ болып трамвай аялдамасына қарай кетіп бара жатқан. Үшеуі шалдың үйіне дейін бірге жүріп келді. «Ал ата, қош болыңыз», деп тақырбас бала шалға қош айтысты. «Рахмет балам, саған көп рахмет. Сен болмағанда мен көшедегі мына шалшық сулардың талайының басын мұжитын едім. Жасың ұзақ болсын шырағым». Осы кезде шалдың немересі күліп, «Ата, сіз әнеугүні бұны құйрыққа оңдырмай ұрып жіберіпсіз ғой», деді. «Қашан?» «Әнеугүні, шие үзейін деп жатқанда». Шалдың үні бітіп қалғандай болды. Тақырбас балаға тесіле қарап тұр. «Әй, сол сен бе едің?» «Иә, мен едім атай. Сіз сонда оңдырмадыңыз мені». Баланы шал құшақтап бауырына қысты. «Кешір айналайын, мен сені ұрайын деп ұрған жоқпын ғой. Өзіңнен болды. Тұра қашпай-ақ нетсең де, кешірім сұрасаң да, тимеймін ғой». «Ата, сіз де кешіріңіз». Үйге келгеннен кейін шал немересінен сұрап отыр. «Аты кім жаңағы баланың?» «Аты Мәулен. Сабақты қалай оқиды?» «Классымыздағы ең бірінші үздігіміз», деді Саша. «Қап, бекер ұрған екем. Бәсе, сондай үлгілі бала екені білініп тұр. Сотамақ бала болса, сол таяқ жеген бетінде менімен өштесіп кетер еді ғой».
Ал мынаны қарашы, қайта маған жақсылық істеп, балшыққа түсірмей, үйіме ертіп әкеле жатыр. Дегенмен көргендінің аты көргенді-ау шіркін. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі ғой, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі ғой, деп халық тегін айтты дейсің бе? Балақай, сенің зейін қойып тыңдағаның Бердібек Соқпақбаевтың «Шал мен бала» әңгімесі.